Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет өте жеңіл арпадан сорпа дайындайтын боламыз. Оны рассольник деп те атайды. Бірге жасап көрейік, менімен бірге болыңыздар. Алдымен біз кастрюлемізге осылай етімізді салып аламыз. Сүйекті ет болса да өте керемет дәмді сорпа шығады. Осылай барлығын салып алып, бетін жауып бір қайнағанша осылай қойып қоятын боламыз. Және де біз мұнда арпа қолданатын болса, арпаны 3 рет қайталап жақсылап жуып алдым. Ендігі үстіне міндетті түрде қайнаған суды құйып, бетін жарты сағатқа жауып қоятын боламыз. Мына біздің етіміз бір қайнады. Ендігі бетіндегі барлығын көбігін алып тастайтын боламыз. Мына осылай көбігін барлығын алып шығатын боламыз. Және де мен әрдайым үстіне бір дана пияз қолданамын. Сонда біздің сорпамыз өте дәмді, керемет болып шығатын болады. Сол себептен бір дана пияз саламыз. Ендігі осы етіміз қайнағанша біз бетін жауып қойып қоямыз. Ендігі мұнда біз қуыратын салмасын жасайтын боламыз. Мұнда менде бір дана пияз жақсылап сұйытмай қойып қуыратын боламыз. Үстіне бір дана және де 2 дана сәбіз қосамыз. Міндетті түрде шөкінен өткізіп, жақсылап барлығын қуырып алатын боламыз. Осы рецепттің толық нұсқасын мен осы видео астына описаниеда қалдыратын боламын. Сол жерден көре аласыздар. Және де үстіне қияр саламыз. Осы 4 бұрыштап туралған қиярымызды салып, барлығын бір араластырамыз. Үстіне 1-2 ас қасық біз томат қосатын боламыз. Барлығын бір араластырып аламыз. Және де дәміне қарай тұз, бұрыш, түрлі приправалар қолдансаңыздар болады, және де паприка қоссаңыздар болады қалауыңызбен. Барлығын бір араластырып, бетін жауып қоямыз. Біздің етіміз уже пісіп қалды, 1 сағаттай болды қайнағанына. Енді осы еттерімді мен түсіріп алам. Түсіріп, турап дайындап алатын боламын. Және де осы сорпамыздың ішіне банағы бұқтырып қойған арпамызды салатын боламыз. Бұл арпа бізде жарты сағаттай қайнау қажет. Жарты сағаттан кейін еттерін қосатын боламыз. Жарты сағатқа қойып қоямыз. Мына менде жарты сағат өтті. Енді осы арпаларымыздың үстіне банағы туралған еттеріміздің барлығын салып алатын боламыз. Барлығын біріктіріп, бір жақсы етіп бұлғап араластырып аламыз. Ендігі осы сорпамыздың үстіне осы 4 бұрыштап туралған картоптарымызды салып аламыз. 1-2 дана картоп қолдансаңыздар болады, барлығы да қалауыңызбен. Осы картоптарымызды салып, біріктіріп аламыз. Және де 15 минутқа қойып қоямыз картопымыз піскенше. Мына 15 минуттай өтті. Мына біздің картоптарымыз да арпамыз да пісті. Енді үстіне мына қуырып алған салмамызды саламыз. Барлығын салып, сорпамызды біріктіріп, мына осындай өте әдемі керемет рассольник дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ұнаса видео лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз, және де алнама тіркеуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Рима.